Сәлем достар, сіздермен қансыз жасалынатын кекстің рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бананды жақсылап вилкамен езіп аламыз. 2 жұмыртқаға кішкене ғана тұз қосып, 2-3 минуттай араластырамыз. Езілген бананды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Овсяной ұнды қосып, үстіне қопсытқыш қосып жақсылап араластырамыз. Овсяной ұнның орнын басқа кез келген ұнмен алмастыра берсеңіздер болады. Жақсылап араластырамыз. Ерітілген майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнның қалғанын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша кез келген кептірілген жемісті турап қосамыз. Осындай консистенцияда болуы керек. Формаға бір келгі етіп салып шығамыз. Форманы кішкене сұйық маймен майлап жіберіңіздер. 200 градуста қатты қызып тұрған духовкаға шамамен 25-30 минуттай пісіреміз. Духовканың асты-үсті қосылып тұруы керек. Кекс дайын болды. Өте ароматный, өте дәмді, сондай әдемі болып шықты, әрі өте пайдалы кекс. Әсіресе балаларға өте пайдалы. Менің рецептіммен жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздерге рахмет. Баршаңызға ас болсын.